Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте қарапайым заттардан тұратын, дәмі тіл үйіретін, жұп-жұмсақ панкектердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен 3 жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін рет-ретімен 1 кесе айранымызды құйып, жарты қасық ас содамызды салып, және електен өткізілген ұнымызды біркелкі масса шыққанша миксерлейтін боламыз. Енді бір бананымызды ұсақтап турап, массамызға араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осы массамызды қызып тұрған табамызға салып, екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің дәмі тіл үйіретін панкектеріміз дайын. Сіз де міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңізші. Дәмділігі сондай, бас тарта алмайтын боласыз. Өз пішінін керемет сақтайды. Егер менің видеом ұнаса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.